Сөйтіп тұңғыштар эксперимент болады. Бала тәрбиесі ғылым болғанда да оқуды ізденуді талап ететін қиын бір ғылым деген. Қазіргі таңда қай ата-анамен сөйлессеңіз де барлық проблеманы ортаға жаба салғысы келеді. Бұл түсінікке әйел кісілердің өзі де кәдімгідей сеніп қалған. Негізінен бала тәрбиесі әйелдің жұмысы деген түсінік. Ал материалдық тұрғыдан ғана баланы қамтамасыз ету керекпін деп ойлап жүрген әкелерді, енді ренжімесін әкелер, бірақ мен оларды банкомат әкелер деп атаймын. Қалаймыз, бірақ соған сай әрекет жасамаймыз. Баламның сабақ жақсы оқығанын, кітап оқығанын қалаймын, бірақ өзім кітап оқымаймын. Жетістікке жету мен бақытты болу деген ұғымдарды бір-бірімен шатастырамыз негізінен. Қысыммен, жазамен жетістікке жеткізуге болады. Мысалы, әке күнде белдігін шешіп, қолына бүйтіп ұстап тұрып, баланың күнделігін бағасын тексеріп тұратын болса, таяқ жеуден қорыққан бала сабағын 5-ке оқиды. Яғни көптеген ата-аналар баласымен 5 минуттан артық отырып ойнай алмайды. Менің ұсынып жүрген нәрсем, жетістік арқылы бақытқа қол жеткізуге тырыспайық. Бақытты қыла отырып жетістікке жеткен тұлғалар қалыптастыруға тырысайық деген нәрсені негіз ұсынып жүрмін. Бала тәрбиесінде де біздің әдістеріміз өзгеру керек. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің кезекті подкастымыз Заңғар әңгіме. Бүгін бізде қонақта ата-ана болуда өнер кітаптарының авторы, коуч Елжас Ертайұлы. Қош келдіңіз. Айта кетсек, бұл подкаст Жаңаөзен қалалық ішкі саясаттар бөлімінің тапсырысымен түсірілуде. Бүгін бізде тақырыбымыз кемел ұрпақты тәрбиелеуде ата-ананың рөлі атты тақырыпта сізбен сөз қозғасақ. Бір оқиға бар ғой. Бір ұстазына, яғни бір кісі келіп, ұстаз, менің балам 2 жаста, тәрбиені қай жастан бастайын дейді. Сонда ұстаз айтады ғой, сен 2 жылға кешіктің деп. Сол секілді қазіргі қоғамда баланы кешікпей тәрбиелеу үшін ата-аналар нені ескерген дұрыс, неден бастаған дұрыс, нені білген дұрыс. Жалпы мен өзімнің семинарларымда жастармен жұмыс істеген кезде осы сұрақты оларға да қоям. Бала тәрбиесі қанша жастан басталу керек деп қоямын. Артынан өзім мынандай бір жауап берем. Бала тәрбиесі негізінен -1 жастан басталу керек деп айтам. Яғни бұл -1 жас дегеніміз жастардың болашақ жарын таңдау кезеңінен басталу керек деп есептеймін. Өйткені баланың болашақ әкесін, болашақ анасын таңдаудан бастасақ, бұл әлдеқайда дұрыс сұрақ болады деп ойлаймын. Одан кейін енді жатыр тәрбиесі деп жатады, одан кейін жаңағы жүктілік тәрбиесі, одан кейін жаңағы сіз айтқан 0 жас деген кезеңге келеміз. Сол 0 жасқа келмей тұрып, тағы да сол бір ескерілу керек бірнеше бір кезеңдер бар екенін айта кеткім келіп отыр. Енді одан бөлек бұл жерде ата-аналарға бірінші кезекте, әсіресе бізді тыңдап отырған жас ата-аналарға немесе болашақ ата-аналарға айтарым, бала тәрбиесі мәселесіне немқұрайлы қарамай, бұған алдын ала дайындалуға көңіл бөлсе әлдеқайда дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені бізде өкінішке қарай бала тәрбиесі былай өзімен өзі бола беретін бір үрдіс секілді қарастырылады. Көп жағдайда көптеген ата-аналар ата-ана болуға арнайы ешқандай бір дайындық жасамайды, арнайы бір білім жинамайды, арнайы бір тәжірибе жинамайды негізінен. Мысалы, енді бұны мынандай бір мысалмен айтып көрейін. Енді әрқайсымыздың бір мамандығымыз бар. Біреу дәрігер, біреу инженер, біреу бухгалтер деген секілді. Енді қарап отырсақ, әрбір адам осы бір маманның иесі болу үшін кемінде 4 жыл оқыды мысалы. Содан кейін барып, сол мамандықтың иесі болды. Енді осы жерде әрқайсымыз өзімізге мына сұрақты қоюымыз керек. Мен ата-ана болу үшін қанша оқыдым? Ата-ананы болуды да бір мамандық ретінде елестететін болсақ, онда осы ата-ана мамандығын игеру үшін мен қанша оқыдым? Әрине бұл әлемдік деңгейде ондай бір практика жоқ, жаңағы арнайы бір оқытып, диплом беріп деген секілді, бірақ кемінде мына нәрсені өзімізге сұрасақ, мен қанша кітап оқыдым? Қанша адаммен сұхбаттастым, қандай тәжірибе жинақтадым деген секілді. Бізде енді қоғамда менің бір байқайтыным, біз осыған арнайы бір дайындық жасамағаннан кейін, бізде көп жағдайда тұңғыш балалар экспериментке айналады. Бізде арнайы бір бала тәрбиесіне дайындық жоқ. Сол тұңғышпен алғашқы дайындығымызды эксперимент жасау арқылы бастаймыз. Сөйтіп тұңғыштар эксперимент болады. Егер тұңғыш баламен эксперимент аяқталса жақсы, келесі балалар жақсы бір жолға түсіп кетуі мүмкін. Бірақ та кейбір отбасыларда екінші, үшінші балаларда сол эксперименттің жалғасы болып жүре береді өкінішке қарай. Сондықтан осындай жағдайлар болмас үшін бірінші кезекте мен айтқым келетін нәрсе бала тәрбиесіне арнайы бір дайындық жасау. Және де бала тәрбиесін өзімен өзі болатын бір үрдіс деп қабылдамай, оны бір ғылым ретінде
негізінде қарастырса әлдеқайда дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені Мағжан Жұмабаев атамыз өзінің 1915 жылдары жазған педагогика деген кітабында бұл нәрсені астын сызып тұрып айтып кеткен. Яғни бала тәрбиесі ғылым болғанда да оқуды, ізденуді талап ететін қиын бір ғылым деген мағынада сипаттап кеткен негізінен. Сондықтан да сол аталарымыздың айтқан, зиялыларымыздың айтқан ақыл кеңестеріне де құлақ қоя отырып, бала тәрбиесіне немқұрайдылық танытпай, арнайы дайындық жасақ, білім толықтырсақ, бұны да бір ғылым ретінде, өнер ретінде үйренуге тырыссақ, мен ойымша өте пайдалы болар еді деп ойлаймын. Анау біздер жаңа көп ата-аналардың жіберетін қателігі дейсіз ғой, көлік алатын кезде де мысалы правоға ең құрығанда оқимыз ғой. Оқимыз, сынақ тапсырамыз. Қазір қаржылық сауаттылық болып жатыр. Жаңа өзіңіз айтып өткен Мағжан Жұмабай атамыздың, мен де жаңа педагогика кітабын оқығанмын. Сол жерде әрбір баланың кезеңдеріне бөледі. Яғни 0 жасында 3 айлығына дейін, тіс шығу кезеңі, немесе 1 жастан 3 жасқа дейін, яғни балада болып жатқан ерекшеліктерді көрсетеді. Яғни бізде де бар ғой, балаңның 7 жасқа дейін қандай сыйла, 13 жасқа дейін қолдай жұмса, 13-тен кейін досыңдай сырлас деген секілді. Яғни осындай балалардың жасына байланысты тәрбие ерекшеліктері бар ма? Міндетті түрде бұған байланысты арнайы жас психологиясы деген нәрсе бар. Яғни әрбір жастағы балалардың өзінің ерекшелігін ескере отырып, оларға тәрбие беру мәселесі. Мысалы, тамақ ішкен кездің өзінде ойлайтын болсақ, бала дүниеге келе салады, бірде нан жеп немесе ет жеп кетпейді. Ол бірінші сүт ішеді, одан кейін ақырын езілген тамақтар жей бастайды, одан кейін барып нанға түседі, одан кейін барып етке түседі деген секілді. Бәрінің өзінің бір кезеңдері бар тамақтануда мысалы. Сол секілді балалардың да жаңағы өзінің тәрбиелік рухани тәрбиесі болсын, немесе мінез тәрбиесі болсын беру процестерінде оның жас ерекшеліктерін ескеру өте маңызды. Яғни сіз мысалы 10 жаста берілу керек тәрбиені 3 жасында, 2 жасында беріп тастайтын болсаңыз, жаңағы бірден туа салып ет жеген бала секілді бала қақал бұл жерде керісінше зиянға ұшырап қалуы мүмкін негізінен. Сондықтан да міндетті түрде бұл жас психологиясын білу керек. Мағжан атамыздың ғылым деп айтуының бір себептері де сол шығар деп ойлаймын. Өйткені әр балаға өзінің жасында берілу керек нәрселер бар негізінен. Мысалы, кейбір мәселелер бар. 3 жаста норма болып қабылданған нәрсе 7 жаста уже норма болып қабылданбайды деген секілді. Кейбір нәрселерге мысалы біз 3 жаста көз жұма қарайтын болсақ, бірақ ол кейбір нәрселерге біз 10 жасында көз жұма алмаймыз деген секілді. Сол әр жастың өзінің бір ерекшеліктерін ескерген кезде бұл әлдеқайда дұрысырақ болады деп ойлаймын. Мысалы, енді бір мысал ретінде айта кететін болсақ, 4 жасқа дейінгі балалардың ерекшеліктері, олар жоқ деген нәрсені білмейді мысалы. Олар тыйымды аса қатты түсіне алмайды, қабылдай алмайды мысалы. Ол жас аралығында балалардың сәл кішкене еркінірек әрекет етуі, тыйымның барынша аз болуы бұл қалыпты болып есептелсе, бірақ 4 жастан бастап ақырын балаларда белгілі бір тәртіп, белгілі бір ережелер ақырын баланың өміріне ену керек. Мысалы, ең қарапайымы 4 жасқа дейін бала күтуді немесе жоқ деген нәрсені білмейтін болғандықтан олар көп жағдайда кезек деген нәрсені түсінбейді. Кезек тәртібі деген нәрсені түсінбейді. Бірақ 4 жастан бастап ақырын баланы кезекке үйретуіміз керек. Мысалы, бірінші ағаң су ішіп алсын, одан кейін сен ішесің, бірінші ағаң істейді, одан кейін сен істейсің, әпкең істейді, одан кейін сен істейсің деген секілді ақырын баланы кезекпен белгілі бір ережемен өмір сүруді қалыптастыруымыз керек негізінен. Бірақ 4 жасқа дейін біз ол нәрсені күте алмаймыз. Өйткені 4 жасқа дейін балаларда әлі ондай бір тәртіппен, ережемен, кезекпен өмір сүре алатындай дағды қалыптаспаған. Немесе мысалы 4 жасқа дейін балаларға таңдау еркі берген кезде альтернативті таңдау беру керек та, 4 жастан кейін барып ақырын абсолютті таңдау беру мүмкіндігі туындауы мүмкін мысалы. Мен бұны мысалмен түсіндіретін болсақ, сіз 4 жастан кіші балаңызды ойлаңыз, қақаған қыстың аязында балаға не киесің деп таңдау беруге болмайды да мысалы. Оған альтернативті таңдау берілу керек. Яғни мына сол мезгілдің жағдайына, шарттарына сай келетін 2-3 киімді алып, мына киімдердің қайсысын киесің деген секілді бір баламалар беру міндетті мысалы. Айтпес ойлайық, мысалы, не киесінден бала алды да өзінің жақсы көретін, жаздың күні киетін бір көйлегін, футболкасын алып шықты. Ал ана қақаған суықта, қақаған қыста ол балаға сай келмейді. Содан кейін қақтығыс басталады деген секілді. Сол секілді жас ерекшеліктерін білген кезде біздің баламен қақтығысымыз да азаяды, баланың жаңағы тәрбие процесі де әлдеқайда жеңілірек болады деп ойлаймын. Ал жас ерекшелігін білмеген кезде көбірек жаңағы таяғын жейміз ол нәрсе. Әркез өзіміз балама нұсқаларын ұсыну арқылы дағдыға үйрету дейсіз ғой. Немесе мысалы енді кішкене баланың жасын үлкейтетін болсақ, мысалы өтпелі кезеңге келіп жеткіншек болған жастардағы мысалы тәрбие ерекшелік бөлек. Мысалы сіздің 5 жастағы, 7 жастағы баланы тәрбиелеу әдісіңізбен 13 жастағы баланы тәрбиелеуге тырысатын болсаңыз, сіз 13 жастағы баланы сындырып алуыңыз әбден мүмкін негізі. Сондықтан да әр жастың өзінің бір ерекшелігін білу негізі маңызды деп ойлаймын. Анау бізде Абай Құнанбайұлының
сөзі бар ғой, балаға жақсы ата ана болу керек, жақсы ұстаз болу керек, жақсы орта болу керек дейді ғой. Яғни бұлардың үшеуі қатты әсерін білдіреді ғой. Қазіргі қоғамда бұлардан бөлек нелер әсер етіп жатыр балаларға, немесе бұлардың орнын ата ана өзі қалай толтыра алады? Жалпы алған кезде енді бұл қағида аса қатты өзгере қоймайды деп ойлаймын. Тек қана бұл қағидадағы жағы орта деген бөліктің шекарасы кеңейді деп айтсақ болады. Яғни бұрын орта деген кезде ауламен, мектептегі достармен ғана шектелетін болса, қазір бұл ортаның әсері кеңейді. Бұл ортаға қазір негізгі мынау шынайы ортадан бөлек виртуалды орта деген нәрсе пайда болды. Яғни әлеуметтік желілер, телефон немесе ойындар деген секілді виртуалды орта қазір тіпті негізгі шынайы ортадан әлдеқайда басымдыққа ие болды деп айтсақ болады негізінен. Сондықтан да айналып келген кезде осы үш нәрсе қала береді деп ойлаймын. Тек қана мына орта мәселесі кеңейе түсті. Біз соны ескеріп, бұған байланысты жаңағы өзіміздің алдын алу шараларын реттеуіміз керек секілді. Енді бұған байланысты Абай атамызбен тағы да мысал беріп бұны түсіндіретін болсақ, Абай атамыз айтады ғой, адамға үш алуан кісіден мінез жұғады дейді. Ата-анасынан, ұстазынан және құрбысынан дейді. Құрбы деген сол ортасы ғой негізінен. Құрбысынан мінез жұғады дейді. Содан кейін енді осы сөздің жалғасында кімнен қаншалықты жұғатындығын түсіндіру үшін былай дейді: кімді көбірек жақсы көрсе, содан көбірек жұғады дейді. Яғни жаңағы үш топтың қайсысын көбірек жақсы көретін болса, содан мінезді көбірек жұғады, содан құндылықтарды көбірек жұқтырады дейді. Енді осы логикаға салып математикаға кішкене келтіретін болсақ, енді біз қоғамның әсерін минимумға түсіргіміз келсе, онда ата-ананың әсерін максимумға көтеруіміз керек. Яғни біз ата-ана ретінде бізді жақсы көріп, баламызбен қарым-қатынасымыз мықты болып, өзіміздің әсерімізді максимумға көтеретін болсақ, сол кезде біз қоғамның әсерін минимумға түсіру мүмкіндігіне ие боламыз. Енді бірақ өкінішімізге қарай бізде көптеген отбасыларда бұл функция іске аспай қалып жатады. Біз тіршіліктің қамы, жұмыс деп ары-бері шапқылап жүрген кезде біз балаға беру керек жылуды бере алмай қалып жатамыз. Бала бізден махаббатты, мейірімді, жылулықты ала алмайды, мінезді бізден сіңіре алмайды. Өкінішке қарай сол кезде ортаның әсері жоғары болып кетеді. Қазіргі таңда қай ата-анамен сөйлессеңіз де барлық проблеманы ортаға жаба салғысы келеді, бірақ ортадан бұрын негізі біздің отбасыдағы қалыптастыруымыз керек болып, қалыптастырмаған атмосфераның бар екенін естен шығармауымыз керек деп ойлаймын. Енді бұны тағы да мынандай бір мысалмен түсіндіріп көрейін. Айталық, сіз тамаққа үйде тыңқиып тұрып тойып шықтыңыз деңізші. Осындай бір оймен тыңқиып тойып шықтыңыз. Жаңаөзеннің көшесіне шыққан кезде сіз тамақ ішетін асхана, кафе, ресторан іздейсіз бе? Ойыңызға да кіріп шықпайды, өйткені сіз тамаққа тыңқиып тойып тұрсыз да. Дәл сол секілді ойлап көріңіз, бала үйде махаббатқа, мейірімге, жылуға тыңқиып тұрып тойып шығатын болса, ол сыртқа шығып жылу іздемейді ғой. Әркімнің артынан еріп кетпейді, біреудің жылы сөзіне алданып қалмайды, әртүрлі экстремистік топтардың артына кіріп кетпейді деген секілді. Сондықтан да ата-ананың үйде баланы махаббатқа, мейірімге, жылуға, құрметке тыңқитып тұрып тойдырып шығару негізі осы тұрғыдан өте маңызды деп ойлаймын. Бірақ айтқандай, кейбір отбасыларда кейбір ата-аналар бұл функцияны жеткілікті атқара алмағандықтан бала екінші аялдама мектепке келеді. Бұл жылуды мектептен алғысы келеді, ұстаздан алғысы келеді. Егер оның бақытына орай оның ұстазы керемет бір жақсы бір ұстаз деген атқа лайықты ұстаз болатын болса, ол жылуды сол кісіден алып, оның тұлға болып қалыптасуына ұстазы әсер етуі мүмкін. Өйткені кейбір кезде болады ғой, ата-анасы аса қатты балаға көп нәрсе бере алмаған, бірақ жақсы бір ұстаз оның тұлға болып қалыптасуына себепкер болған деген секілді ұстаздан алуы мүмкін. Бірақ енді өтірік емес, өкінішке қарай кейбір ұстаздарымыз бұл функцияны атқара алмай қалып жатады. Кейбір ұстаздар да әйтеуір жұмысқа барып келіп, тіршіліктің қамы деп қана бұны бір жұмыс деп, ұстаздық емес мұғалімдік деп қарап жүргендіктен бала бұл жерден де жылуды ала алмайды, сөйтеді да үшінші аялдама орта деген жерге барады. Сөйтіп ортадан ол жылуды алғысы келеді негізінен. Бірақ енді шындығына келген кезде кейбір балалар ол жерден де жылу таба алмайды. Өйткені біздің қоғамдағы буллинг деген басқа нәрселерді ескеретін болсақ, ол жерде де бала әлімжеттікке ұшырауы мүмкін, мазаққа ұшырауы мүмкін. Ол жерде де ол өзіне керекті жылуды, қолдауды таба алмауы мүмкін. Міне енді осы жерде қарап отырсақ, баланың барар жері басар тауы қалмайды. Бала осы жағдайда кейбір жағымсыз әрекеттерге барып, жағымсыз күйге түсіп жатады. Өйткені ешкімге керек емеспін деп ойлайды. Болды, онда мен осы жерден барлық нәрсені тоқтата салайын деген шешім қабылдау әбден мүмкін негізінен. Сондықтан да былай қарап отырсаңыз, Абай атамыз осы бір сөз арқылы бізге қоғамның әсерін минимумға түсіру және кейбір суицид секілді дерттерді барынша азайтудың, алдын алудың шешім жолын бізге көрсетіп беріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан да барлық нәрсені қоғамға жаба бергеннен гөрі ата-ана ретінде мен өзімнің
функциямды қаншалықты жеткілікті дұрыс атқарып жүрмін деген сұраққа жауап іздесек әлдеқайда пайдалырақ болады. Жаңағы ата-ана сол жауапкершілікті осындай нәрседе өзі алса да, енді осы жерде бір рөлдер пайда болады ғой. Әкенің рөлі бұл жерде қалай болады? Ананың, мысалы, кейде мынандай сөздер айтылып жатады. Әке өзінің жұмыс басты, тәрбиені көбінесе үйдегі анаға тапсырады деген секілді. Көбінесе тіпті мынау алғаш әке болып жатқанда 2 жасқа дейін әке өзінің әкелігін сезінбейді деп те айтып жатады. Сондай кезде рөлдерді қалай бөліп алған дұрыс, жауапкершілікпен қалай тәрбиені берген дұрыс балаға? Жалпы өкінішке қарай бұл да біздің қоғамның бір дерттерінің бірі десек болады. Бізде қоғамда сол бір түсінік қалыптасып қалған, және бұл түсінікке әйел кісілердің өзі де кәдімгідей сеніп қалған. Негізінен бала тәрбиесі әйелдің жұмысы деген түсінік. Яғни барлық бала тәрбиесін әйелдің мойнына арта салу деген нәрсе. Енді шынымен де әртүрлі тәжірибелер, әртүрлі видеолар шығып жатады ғой. Өзінің баласының сынып жетекшісін танымай қалады, баласын мектептен балабақшадан алуға барады, бірақ баласының жағы тобын білмейді, сыныбын білмейді деген секілді әкелер өте көп кездеседі да негізінен. Өкінішке қарай, өйткені ол әкелер өздерінің жауапкершілігін тек қана баланың материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету деп қана алып алғанда, мен жаңағы отбасын асырап бағып қағып жаңағы ақшаңды тауып беру керекпін, басқа нәрсеге мен араластырмаңдар, басқа нәрсе менің жұмысым емес деген секілді көзқарасқа сендірілген әкелер десек болады негізінен. Бірақ шындығына келген кезде қалай баланың дүниеге келуінде әке мен ананың ортақ жаңағы процесі, міндеттері болған болса, яғни екеуі бірге араласқан болса, дәл сол секілді баланың өсіп өнуінде, тәрбиеленуінде, тұлға болып қалыптасуында да әке мен ананың бірге атсалысуы өте маңызды деп есептеймін негізінен. Сондықтан да бұл жерде жаңағы бала тәрбиесінде тек қана ана ғана жүгіру керек, әкенің ешқандай қатысы жоқ деген пікірге мен маман ретінде түбегейлі қарсымын. Әрқайсысы өзінің функциясын атқару керек деп ойлаймын. Әрине бұл жерде қате түсініп қалмас, мен әкелердің, ер кісілердің үйде отырып бала бақсын деп отырған жоқпын. Жаңағы барлық нәрсені тастасын, түздің жұмысын тастасын, қоғамдық істерді тастасын, елге, халыққа қызмет етпесін деп отырған жоқпын. Бұл жерде менің айтқым келген нәрсе, жауапты емеспін деген ойдан арылу керек деп ойлаймын. Өзінің істеп жатқан жаңағы қоғамдағы, елге атқарып жатқан қызметтерімен қатар өзімнің балама не бере аламын деген бір ой оның басында, санасында тұру керек деген пікірді жеткізгім келіп отыр. Өйткені былай айтайық, әке мен немесе ана, ер мен әйелдің жаратылысы негізі әу бастан екі бөлек негізінен. Екеуі қазақ айтады ғой, 2 жарты 1 бүтін дейді. Екеуі бір-бірін толықтырушы. Біреуінде бар нәрсе, екіншісінде сәл кішкене азырақ деген секілді. Мысалы, қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, әйел кісілерде көбірек сезім деген нәрсе басым болатын болса, ер кісілерде керісінше сезім жетіспеушілігі қалыптасады, яғни дефицит бар да мысалы. Ал ер кісілердің мықты жақтары олардың жағы тұрақтылығы, табандылығы, алдыға мақсат қойып соған ұмтылуы деген секілді оның мықты жақтары. Ал әйел кісілерде керісінше бұл тұрақтылық деген нәрсе жетіспейді. Олар жағы өте эмоциональды болғандықтан, тіпті әрбір жарты сағат сайын оларда мынандай сезімнің толқыны болып отырады негізінен. Сондықтан олардың балаға тұрақтылықты, табандылықты, жеңіске деген ұмтылысты беру сәл кішкене қиынырақ, жаратылысына сай емес та негізінен. Ал ер кісілердің балаға сезімді беріп, сезімге тойдыру қиынырақ негізінен. Сондықтан қарап отырсақ, екеуі бір-бірін толықтыру керек қой. Бала сезім жағынан да мықты, жағы жетістікке ұмтылу жағынан да мықты болып қалыптасу үшін әке мен ана өзіндегі бар нәрселерді барынша балаға беруге тырысу керек. Енді бұны былай түсіндіруге тырысайын. Айталық бір пазлды көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Баланы бір пазл деп ойлап көрейік, мысалы, сондай бір пазл. Пазлдың кішкентай бөлшектері бар. Енді ойлаңыз, осы пазлдың бөлшектерінің бір бөлігі әкенің қалтасында, екінші бөлігі ананың қалтасында. Енді ол пазл толық болып, әдемі болып қалыптасып шығу үшін әке де, ана да өзінің қалтасындағы пазлдарды сыртқа шығарып, әдемілеп орналастыру керек. Егер тек қана ана ғана пазлдың бөлшектерін қойып шығатын болса қалтасындағы, онда шұрық тесік, әдемі емес бір сурет көрініс пайда болады. Немесе әке ғана бұл функцияны атқарып, ол ғана жаңағы пазлды реттеп қойып шығатын болса, ананыкі жетіспегендіктен ол да шұрық тесік, жартылай бір пазл болып шығады негізінен. Сондықтан толыққанды бір пазл қалыптасып, әдемі бір көрініс, немесе бір енді біздің тілмен айтатын болсақ, бір мықты бір тұлға қалыптасу үшін әке де, ана да өзінің функциясын жеткілікті деңгейде атқару керек деп ойлаймын. Ал жаңа материалдық тұрғыдан ғана баланы қамтамасыз ету керекпін деп ойлап жүрген әкелерді, енді ренжімесін әкелер, бірақ мен оларды банкомат әкелер деп атаймын. Олар тек қана банкоматтың рөлін атқарып жүрген кісілер. Бір ай бойы жұмыс істеп, айдың соңында банкомат секілді жаңағы ақшаны шешіп беріп, содан ары қарай жұмыс істеуге қайтадан кететін әке секілді елестейді. Бірақ негізі енді әрбір баладан
сұрап әрбір баламен сөйлессеңіз, әрқайсысы негізі әкесімен жақсы бір уақыт өткізіп, әкесімен бір эмоция бөліскісі келеді деп ойлаймын негізінен. Енді ешбір әке ата-ана баласын анау бір жаман болған қаламайды ғой, бір кемел ұрпақ болған қалайды, бір тұлға болған қалайды. Осы кезде осы жолда, яғни ата-аналар нелерге дайын болу керек бұл жолда, нелерді құрбан ету керек мүмкін да. Енді бұл жерде қалау деген нәрсе бар, ниет деген нәрсе бар, онымен қоса әрекет деген нәрсе бар негізінен. Яғни қалау ол өте оңай нәрсе. Яғни бала мықты болған қалаймын, жетістікке жеткен қалаймын, тұлға болған қалаймын деген секілді қалай береміз, ода проблема жоқ. Немесе ниетіміз де өте тамаша болуы мүмкін. Балам тұлға болсын, салиқалы ұрпақ болсын деген секілді керемет ниеттеріміз болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде өзімізге мына сұрақты қоюымыз керек: менің әрекеттерім мен ниетім қаншалықты ұштасып жатыр? Ниетім тамаша болуы мүмкін, бірақ әрекеттерім соған сай ма? Мен мысалы тұлға болуына ниеттеніп тұлға болуын қалап жатырмын, бірақ менің әрекетім тұлға өсіріп шығатын әрекеттер ма, әлде керісінше баланың тұлғалығын қолынан алып қоятын қате әрекеттер ма? Осыған көбірек көңіл бөлу керек секілді. Сондықтан бірінші кезекте жаңағы қалау деңгейінен әрекет деңгейіне көшуіміз керек деп ойлаймын. Бізде көбінесе ата-аналар қалау деңгейінде қалып қоятын секілді. Яғни қалаймыз, бірақ соған сай әрекет жасамаймыз. Баламның сабақ жақсы оқығанын, кітап оқығанын қалаймын, бірақ өзім кітап оқымаймын. Балаға үлгі болмаймын мысалы. Баланы білімге құштарландыру үшін арнайы әрекеттер жасамаймын. Арнайы сондай мықты білім жолындағы кісілермен кездесулер ұйымдастырып, олармен кездесу мүмкіндігі жасамаймын деген секілді. Яғни оған әрекет жасамаймын да, түсіндіре алдым ба? Сондықтан да бұл жерде қалаған әрине өте тамаша, бірақ қалауымыз бен әрекетіміз ұштасатын болса, менің ойымша сол әлдеқайда дұрыс болады деп ойлаймын. Ал енді неге дайын болу керек дейтін болсақ, бірінші кезекте жауапкершілікті толығымен мойнына алуға дайын болу керек деп ойлаймын. Кінәліні сырттан іздемей, басқа біреуге лақтыруға дайын болмай, керісінше жауапкершілікті өзінің мойнына алуға дайын болатын болса, сол кезде ата-аналар кемел мықты ұрпақты тәрбиелеп шыға алу мүмкіндігіне ие болады деп ойлаймын. Ал бізде өкінішке қарай біз бір кінәліні іздеп біреуге лақтырғанға шеберміз ғой негізінен. Мектеп қайда қарап отыр, ұстаз неғып дұрыстап тәрбие бермеген деген секілді, немесе қоғамға, телефонға, басқаға лақтыра саламыз. Бірақ бұл жерде өзімізге бағытталып, айнаға өзіміз қарап, мен не істей алмадым, мен нені дұрыс істемедім, нені істеу керек едім деген секілді сұрақтарды қоятын болсақ, бұл әлдеқайда пайдалырақ болады деп ойлаймын. Ал жаңағы жағдай тек қана өзімізді ақтап алып, өзіміздің ар-ожданымызды тынышталдыруға ғана көмектеседі, басқаларға жауапкершілік лақтыру. Елдос мырза, сіздің анау баланы жазасыз тәрбиелеме деген кітабыңыз бар ғой. Бұл қазір қоғамда мынандай кейде мынандай пікірлер бар да. Мұғалімдер арасында көбінесе кезінде біз көп таяқ жедік, көп ұрыс естідік, біз содан жаман болмадық. Қайта қазіргі балалар жаңағыдай сөз естісе ата-анасын шақыртып келеді. Жаңағыдай мінездері көп нәрсені көтермейді дейді. Яғни айтқым келгені, баланы жазасыз тәрбиелемеу бұл қаншалықты дұрыс, яғни бұның зияны жоқ па қазіргі қоғамда? Түсіндім. Жалпы енді бізде ең көп айтылатын сөздердің біреуі, бізде таяқ жеп өстік, жаман болған жоқпыз деген секілді. Бұны ұстаз болсын, ата-ана болсын деген секілді кез келген адам айтып жатады. Жазаны қорғап, сақтап қалғысы келген кісілердің айтатын уәжі десек болады негізінен. Енді бұны мен баланы жазасыз тәрбиеле кітабында бұл сұраққа бірінші кезекте жауап беруге тырысқан болатынмын. Бұл жерде мен мынандай бір жауап ұсындым. Жазасыз өскен кезде, немесе жазаланған бала жаман болмайды, сезімсіз болады деп жауап берген едім. Бұл жердегі біздегі проблема жаман болу, жақсы болу мәселесі емес негізден. Немесе жетістікке жету, жетістікке жетпеу мәселесі емес. Бала қаншалықты сезімі жараланған, жараланбаған, немесе қаншалықты өзінің сезімін емін-еркін қолдана алады, көрсете алады, қаншалықты сезімталдығын сақтап қала алды деген мәселелер әлдеқайда маңыздырақ секілді негізінен. Бізде көп жағдайда мынандай бір қате түсінік бар. Жетістікке жету мен бақытты болу деген ұғымдарды бір-бірімен шатастырамыз негізінен. Жаңағы кісілердің айтып отырған нәрсесі сол ғой, мен жетістікке жеттім ғой дейді да, бір мекемені басқарып отырмын, мұғалім болып отырмын, ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын деген секілді. Бірақ сұрақ, сіз бақытты бола алдыңыз ба деген сұрақ бұл жерде маңыздырақ та негізінен. Сол біз осы жерде көбінесе шатасатын секілдіміз. Біз көбінесе мынандай бір түсініктің құрбаны болған секілдіміз. Жетістікке жету арқылы бақытты боламыз деген бір түсінік бар бізде.
яғни жетістікке жеткен адамның бәрі бақытты деп қателесеміз. Бірақ шындығына келетін болсақ, жетістікке жеткен адамның бәрі бақытты болмауы мүмкін. Жетістік ол бөлек бір ұғым, бақыт деген ол бөлек бір ұғым негізінен. Мысалы айталық, бұған сенбесеңіздер, Google-дан немесе қазір ChatGPT-дан іздеп көрсеңіздер болады. Қазіргі таңдағы мықты деген жетістікке жеткен адамдардың өмірін зерттеп көретін болсаңыз, олардың кейбіреулері өмірінің соңында сағатты бір бақытты болып тамамдай алмаған. Ішімдікке салынып кеткені бар, жалғыз өмір сүргені, өз-өзіне қол жұмсағаны бар деген секілді. Бірақ жетістікке жеткен мысалы. Түсіндіре алдым ба? Вот, сондықтан да бұл жерден де сіз тарихшысыз ғой, мысалы, алысқа бармай-ақ 20-шы ғасырға баратын болсақ, кезінде көсем болған, ел құрған, мысалы, белгілі бір жүйе құрған адамдардың өміріне қарайтын болсаңыз, соңғы өмірінің соңын бір үйдің ішінде ішімдікке салынып, жалғыз өзі құса болып өмірден өткен көсемдер бар да, негізінен қарап отырсаңыз. Енді былай қарап отырсаңыз, жетістікке жетпеді емес, жетті. Бір жүйе құрды, 70 жыл болса да әйтеуір өмір сүретін деген секілді бір жүйе құрды, бірақ та өмірінің соңында жаңағындай қиындықтарға душар болды да. Сондықтан да бақыт пен жетістіктің ара жігін ажыратып алу керек секілді. Енді бұл жерде айтқым келген нәрсе, жетістікке жетуге көбінесе біздің мына жағымыз, миымыз, басымыз көмектеседі да негізінен. Сондықтан қысыммен, жазамен жетістікке жеткізуге болады. Мысалы, әке күнде белдігін шешіп, қолына бүйтіп ұстап тұрып, баланың күнделігін бағасын тексеріп тұратын болса, таяқ жеуден қорыққан бала сабағын 5-ке оқиды. Онда тұрған проблема жоқ. Яғни сіз таяқтың күшімен, ұру соғумен баланы 5-ке оқыта аласыз, қызыл аттестатқа бітірткізе аласыз деген секілді жетістікке жеткізе аласыз. Немесе тренерді ойлап көріңіз, боқтап жүріп, тепкілеп жүріп, ұрып соғып жүріп, баланы чемпион жасай алады. Бірақ бақытты қыла алды ма деген сұрақ бар бұл жерде. Яғни сіз белдікпен сабап жатып балаға ойлап көріңізші, бақытты сезімдеймін өзіңді десеңіз, мысалы, бала таяқтан қорыққан үшін, болды әке, мен өзімді бақытты сезініп тұрмын деп айта алмайды ғой. Сондықтан жетістікке жетуге біздің миымыз көмектесетін болса, бақытты біз жүрегімізбен сезінеміз. Екеуі екі бөлек функция. Түсіндіре алдым ба? Біз осы жерде қателесеміз. Яғни жазалаған кезде, жетістікке жеткен адам тәрбиелеп шығаруымыз мүмкін. Бірақ та өзінің сезімдерін толыққанды емін-еркін қолдана алатын бақытты адам шығара аламыз ба? Мәселе сол жерде. Енді бұның зардабын біз қазір шегіп жатырмыз негізінен. Жақсы адам болдық деп жатыр ғой. Қазіргі шегіп жатқан нәрсеміз, мысалы айталық, қарапайым бізді тыңдап отырған әрбір тыңдарман, әрбір көрермен өзі бір ойланып көрсін. Баласымен қанша минут емін-еркін іші пыспай ойнай алады? Жұбайымен өстіп, менің қазір сізбен бірге подкастта бір-біріміздің көзімізге қарап сөйлесіп отырғанымыз секілді, дастархан басында қолын ұстап отырып, сезімге беріле отырып, жұбайымен қанша минут сөйлесіп әңгімелесе алады. Яғни былайша айтқан кезде өзінің сезімін қаншалықты емін-еркін өзінің ең жақын, ет жақын адамдарына көрсете алады. Өзінің ата-анасына, өзінің жақындарына қаншалықты емін-еркін оларды жақсы көретінін айта алады мысалы. Түсіндіре алдым ба? Яғни сезімсіз болып өседі деп отырғаным осы. Яғни өзінің сезімін емін-еркін көрсете алмайтын, өзінің сезімін емін-еркін айта алмайтын, өзінің сезімін емін-еркін қолдана алмайтын адамдар шығады жазалаудың нәтижесінде. Сондықтан біздің жаңағы жазасыз тәрбие деп айтқан кездегі мәселеміз сол. Яғни біз жетістікке жетпейді мәселесі емес. Бала адамның адам ретінде өзінің сезімдерін қолдана алатын бір тұлға болып қалыптасуы бұл жерде маңызды. Әйтпесе қазіргі таңда мен осы салада 10 шақты жыл жүрген маман ретінде айтатын болсам, яғни көптеген ата-аналар баласымен 5 минуттан артық отырып ойнай алмайды. 5 минут отырып ойнағаннан кейін іші пысып өзін қоярға жер таппай, ол жерден қашуға тырысады. Өйткені неге? Сезімтал жазалаудың нәтижесінде олар сезімтал тұрғыдан жараланғандықтан, сезімтал қарым-қатынас орнату оларға өте қиын негізінен. Дәл осы өзінің жұбайымен, өзінің баласымен сезімтал байланыс орнатудан қашатын адам, бірақ сыртқы әлемде жұмыста коллегаларымен, әріптестерімен, басқа адамдармен өте мықты керемет қарым-қатынас орнатады. Тіпті оның әріптестері оған қызыға қарайды. Мәсінің әйеліңіз бақытты шығар, мәсінің балаларыңыз бақытты шығар деген секілді. Неге? Өйткені олармен ол өте қатты жақсы қарым-қатынас орнатады. Өйткені ол жерде сезім алыс-берісі жоқ. Сырттағы әріптестеріңізбен, сырттағы бөтен адамдармен сізде сезім алыс-берісі болмағандықтан сіз ол жерде жетістікке жеткен керемет адам ретінде жақсы қарым-қатынас орната аласыз. Бірақ өзіңіздің ет жақындарыңыз, сезімтал байланысыңыз бар, балаңыз, әке-шешеңіз немесе жаңағы жұбайыңызбен қарым-қатынасқа келген кезде ол жерде біз уже тығырыққа тіреліп қаламыз. Өйткені неге? Біздің сезімдеріміз жараланған жазалаудың нәтижесінде. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан да бұл жерде мәселенің бірінші ара жігін дұрыс ажыратып алу керек секілді. Яғни біз жетістікке жеткен, тек қана жетістікке жеткен бала тәрбиелегіміз келе ме, әлде бақытты бала тәрбиелегіміз келе ме деген мәселеге. Әрине бұл жерде бақытты болу ол жетістікке кедергі келтіретін нәрсе емес. Менің ұсынып жүрген нәрсем, жетістік арқылы бақытқа қол жеткізуге тырыспайық. Бақытты қыла отырып жетістікке жеткен тұлғалар қалыптастыруға тырысайық деген нәрсені негізі ұсынып жүрмін. Мен де толықтай келсем, бізде сезімдерімізді бір көбінесе жеткізе алмаймыз ғой, бір видеоларда бар ғой.
анаңа жақсы көретініңді хабарлас деген кезде анау бір жылап жіберіп жатады ғой. Енді былайша айтқанда ол бір мама сені жақсы көрем деген секілді күнделікті айтатын, ешқандай қиналмай айтатын болу керек қой. Бізде жаңа сезімдеріміз сіз айтқандай жараланған, сосын бір қиналыспен сондай бір сезім емін-еркін көрсете алмаймыз. Тіпті кейбір кісілер, әсіресе ер кісілердің ішінде бұл сезімді көрсете алмауды ерлікпен, ер жігіттікпен байланыстыруға тырысатын кісілер бар да. Ер жігіт деген сезім көрсетпейді, көз жасын көрсетпейді деген секілді. Бірақ енді былай қарап отырсаңыз, ол адамның жаратылысындағы бар нәрсе болғандықтан ол сезімдер ол қолданылу керек. Оны жоймау керек дейсіз. Қолданылмаған нәрсе ол ысырап болып есептеледі негізінен. Сондықтан да әу бастан біздің жаратылысымызда, біздің адам болып қалыптасуымызда бұл сезімдер бізге берілген болса, ол жылау болуы мүмкін, немесе әртүрлі басқа да сезімдер болуы мүмкін. Оны өз орнымен дұрыс жерде қолдану негізі маңызды деп ойлаймын. Оны жойып тастау, басып тастау, тыйып тастау, ол негізі адамның жаратылысына қарсы шығумен пара-пар деп есептеймін. Өте керемет. Енді жаңа тарих деп айтып болдыңыз ғой. Мынау бұрында қазақтарда мына жуас балаға жылқы беріп баққызады дейді. Тентек балаларға қой беріп баққызады дейді. Осындай бір әдістер болған баланы тәрбиелеу, мінезін тәрбиелеу барысында. Енді қазіргі кезде балалардың мінезі әртүрлі ғой. Қандай осындай әдістері тиімдірек бізде қоғамда өтеді? Сіздің айтып отырған нәрсеңіз өте орынды нәрсе. Бұл біздің жаңағы көшпенді қазақ елінің бір педагогикасы десек болады негізінен. Жалпы алған кезде мен ылғи жүрген жерімді айтып жүремін. Біз көбінесе батысқа құмармыз ғой. Батыстан, яғни батыс дегенде Жаңаөзен жақты айтып отқан жоқ, мынау батысты айтып отырмын. Батысқа құмармыз, жаңағы батыстан әрқашан бір жылтырақ нәрсе алғымыз келіп, бүкіл жаңалықты, ғылымды батыстан іздеп, өзімізді бір қараңғы ел секілді сезініп кететін жағдайларымыз, комплекстарымыз бар өкінішке қарай. Бірақ мен ылғи айтамын, біз бүйтіп бүгін ғана көктен түсе салған халық емеспіз деп айтамын да. Біз сонау тарихымыз тереңге бойлаған халықпыз. Сондықтан біздің өзімізде негізі педагогикасы, психологиясы тұнып тұр деп айтуға болады да. Бағанағы Мағжан Жұмабаев атамызды айтайық, немесе осы секілді педагогиканы айтайық, Абайдың, Шәкәрімнің өлеңдерін оқиық деген секілді педагогика тұнып тұр негізінен. Яғни мен көп жағдайда семинар тренинг жүргізген кезде ешбір шетелдік мамандардың пікірлерін емес, көбінесе өзіміздің осы қазақ зиялыларын айтып ақ семинарымды емін-еркін өткізіп шыға аламын да негізінен. Сондықтан қарап отырсақ, мына сіздің айтып отырғаныңызда осылардың біреуі десек болады. Енді бұны қалай біз қазір заманға ұштастырып, қазіргі заманға адаптация жасаймыз мәселесіне келетін болсақ, енді әрине қазір әсіресе қалалы жерде тұратын кісілердің баласына қой бақтыру, жылқы бақтыру деген секілді мүмкіндіктері бола бермейді ғой негізінен. Енді ауыл жерде жарайды, бұны әлі де жалғастырып қолдана беруге болатын шығар, бірақ қалалы жерде бұны іске асыру өте қиын болғандықтан, бұның балама жолы ретінде мен мына нәрселерді ұсынар едім. Бұл жердегі мәселе не? Бұл жерде жуас баланы ашу, яғни кішкене еті тірі қылуға тырысу, ал жаңағы бір орында тұра алмайтын баланы кішкене тұрақтылыққа, табандылыққа тәрбиелеу ғой негізінен қарап отырсаңыз. Өйткені неге? Сіз бір орында тұрмайтын балаға қой бақтырған кезде ол бәрібір ары алысқа кете алмайды. Қой тыныш, өзімен өзі бір жерде ғана жайылып жүре беретін болғандықтан, ол сол қойдың артында жүріп өзі-ақ табандылыққа, бір орында тұруға үйренеді да. Ал орнынан қозғалғысы келмейтін бала жылқының артынан шапқылап жүрген, жылқы бір орында тұрмайды, ол жылқының артынан шапқылап жүріп өзі-ақ жаңағы ет тірі болып пісе бастайды деген секілді. Негізгі логика осы. Енді бұны қазіргі заманның жағдайына алып келетін болсақ, бұны менің ойымша үйірмелер арқылы шешуге болады деп ойлаймын. Мысалы айталық, жаңағы бір орында тұра алмайтын, табандылығы жетіспейтін, устойчивость деп айтады енді орысша айтқан кезде. Сол жағынан кішкене кенжелеп тұрған балаларға шахмат секілді үйірмелерді беруге болады. Өйткені шахматта сен қарсыласыңмен бір тақтаның алдында сағаттап отырасың. Менің өзім ұлдарым шахматқа қатысады. Мысалы, бір ойынды 3 сағат, 4 сағат ойнайды. 3 сағат, 4 сағат бойы сіз тапжылмай отырасыз, және шахматтың ережесі бойынша сөйлесуге болмайды. Қарсыласпен сөйлесе алмайсыз, сөйлессеңіз бірден жаңағы жазаланасыз былайша айтқан кезде. Сондықтан да осы секілді ойындарды не істеуге болады. Немесе жаңағы керісінше бір орыннан қозғалғысы келмейтін балаларға спорт түрлері, мысалы кішкене жылдамдықты, кішкене әрекетті қажет ететін футбол секілді немесе басқа да спорт түрлеріне беру арқылы мен ойымша осы кетікті бітеуге болады шығар деп ойлаймын. Мәселелердің алдын алуға болады дейсіз ғой. Енді жаңа батыс дедік қой, мына батыста мынандай пікір бар да қазір. Әлемде де былайша айтқанда альфа, бета, X деген ұрпақтар бар да. Мынандай пікір бар. Қиын кездер мықты адамдарды тәрбиелейді. Яғни мықты адамдар дүниеге келеді. Мықты адамдар жақсы кездерді қалыптастырады. Жақсы кезеңдер әлсіз ұрпақты алып келеді. Әлсіз ұрпақтар қайтып қиын кезеңді жасайды деген осындай бір пікір бар.
сіз осындай пікірмен қаншалықты келісесіз жалпы? Бұл жаңа альфа, бета, мысалы осы ұрпақтар, мысалы қазір 2025-тен бастап бета ұрпақтар келіп жатыр дейді да. Ол сол бір толқында болу үшін, яғни қалай әрекет жасаған дұрыс ата-аналар үшін? Жалпы алған кезде бұл белгілі бір ғылымға негізделе отырып, ұрпақтар теориясы деп айтады, ұрпақтардың кезеңдеріне бөлу деп есептелінеді негізінен. Өзіңіз айтқандай, жаңағы 2025-тен бастап дүниеге келген балалар, олар бета ұрпақ деп аталады, оның алды альфа ұрпақ, одан кейін алды Z, Y, X деп ары қарай кете береді негізінен. Yani бұлардың бәрі бүйтіп ғалымдардың шыпсып не істесек екен деп отырған, орнынан шығара салған нәрселер емес, арнайы бір зерттеулер нәтижесінде келген нәрсе деп қарастыру керек секілді. Өйткені әлеуметтік жағдайдың адамның өмір сүру салтына, психологиясына әсер ететіндігін жоққа шығара алмаймыз. Мысалы, мен өзіміздің тарихымызда мысал беретін болсақ, ашаршылық көрген адам мен көрмеген адамның психологиясы, өмірге деген ұстанымы, көзқарасы бір болмайды негізінен. Мысалы, біз ашаршылық көрмедік, Құдайға шүкір, бірақ біздің әке-шешеміз де көрген жоқ, бірақ біздің әке-шешеміз ашаршылық көрген әке-шешені көрді ғой негізінен. Енді осы жерден қарайтын болсақ, бізде жаңағы нанның бір түйірін жерге тастамау деген түсінік қалыптасқанда. Өйткені неге біз ашаршылық көрген адам болғаннан кейін жаңа кішкентай бір нанның өзін, қоқымын тастамаудың өзі бізге ерекше маңызды. Мысалы қарап отырсаңыз, өйткені біздің ана тілі кітабында әлі бар ма білмеймін, біздің бала кезімізде бар еді, естеріңізде болса, нанның қоқымына байланысты тақпақ бар еді. Жерде жатса қастерлеп, торғайларға тастаңдар деген секілді, естеріңізде болса. Вот, қарап отырсаңыз, бұл соншалықты бізге әсер еткен да, кезіндегі болған, мысалы, бір ғасыр болды ғой енді, былай қарап отырсаңыз, ашаршылық оқиғасы да мысалы. Ал енді біздің балаларымызға қарайтын болсаңыз, оларға нанның бір қоқымы емес, нан толығымен жерде жатса да оларға ешқандай әсер етпейді. Неге? Өйткені олар ол қиындықтың ешқайсысын көрген жоқ. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан осы секілді, немесе соғыс көрген адам мен соғыс көрмеген адамның психологиясы бір емес деген секілді. Яғни белгілі бір болған әлеуметтік жағдайлар ол адамның психологиясына тікелей әсер ететіндігін жоққа шығара алмаймыз. Енді осы тұрғыдан қарайтын болсақ, қазіргі балалар мысалы дүниеге келген сәтінен бастап технологиямен бірге етене өмір сүріп жатыр мысалы. Және қиындықтар көріп жатқан жоқ. Мысалы, ең алысқа бармай қойық, біздің өзіміздің балалық шағымыздағы көрген қиындықтар мен қазіргі балалардың өмірін салыстыратын болсақ, қазіргі балалардың өмірі өте керемет негізінен, былай қарап отырсаңыз. Бізді көрген қиыншылықтарды көрген жоқ, ал біздің әке-шешеміз көрген қиыншылық жайында айтпай-ақ та қояйық мысалда, түсіндіре алдым ба? Яғни осы секілді мәселелер ол айналып келген кезде балаларда жаңағы сезімталдықтың артуы, жаңағы стрессқа төтеп беру дағдысының төмендеуі деген секілді нәрселерді қалыптастырып жатыр негізінен. Осындай тұрғыдан қарастырған кезде бұлар ескерілу керек мәселе деп ойлаймын. Бұдан біз өзімізге қандай түйін түйуіміз керек? Біз сол балаларымыздың ерекшеліктерін ескере отырып, оларға қажетті әдіс тәсілмен олар тәрбиелеуге тырысуымыз керек. Біздің ата-аналарда мынандай бір қателік кейде кетіп жатады, біздің кезімізде деген қателік. Біздің кезімізде былай тәрбиелеуші еді, біздің кезімізде былай тәрбиелеуші еді деп жаңа өзгерістерге үйренгісі келмейді. Жаңа өзгеріске сай өзін дамытқысы келмейді, өкінішке қарай. Өзінің кезіндегі нәрсемен артқа тартқысы келеді да. Бұны мынандай бір мысалмен түсіндіріп көрейін. Айталық мысалы, кезінде бізде жаугершілік заманы болды. Сол кезде бізде қылышпен, найзамен, қалқанмен шайқасты мысалы, Енді қазір айтатын болсақ, біздің кезімізде найзамен шабатын еді жауға. Біздің кезімізде қылышпен қылыштасатын еді деген секілді. Сөйтіп алып, мен дамымай, әлі сол қарумен қаруланып, сол қарумен елді қорғауға тырысатын болсам, қаншалықты елді қорғай аламын? Алысқа бармай қояйық, жаңағы 1800 жылдарда жаңағы орыстар зеңбірекпен келген кезде біз қылышпен жүріп мысалы біраз қырылып қалдық қой негізінен қарап отырсаңыз. Сол секілді қазіргі кезде дрон деген нәрселер шықты мысалда қарап отырсаңыз. Немесе одан бөлек айталық мысалы бизнес саласына келетін болсақ, мен айтсам, біздің кезімізде осылай сатушы еді деп қырсығатын болсам. Айтам, біздің кезімізде осылай сатушы еді, базардың алдына барып парақша тарататын еді деп, мысалы шығып парақша таратам, ал менің қарсы конкурентім, менің қарсыласым ол не істейді? Алады да таргет жібереді, инстаграмды қолданады, рилстар түсіреді деген секілді. Ол осы әдіспен не істейді? Мен мына жақтан 10 кітап сатсам, анау 100 кітап, 1000 кітап сатып тастайды да мысалы. Түсіндіре алдым ба? Яғни бұл жерде мен нені айтқым келіп отыр? Заманның өзгеруіне байланысты қару да, әдіс тәсіл де барлық нәрсе өзгереді. Енді демек, бала тәрбиесінде де біздің әдістеріміз өзгеру керек. Біздің кезімізде осылай еді деп қырсығудың қажет жоқ. Қазіргі біз тәрбиелеп отырған ұрпаққа қандай әдіс тәсілдер тиімдірек болатын болса, онда біз сол әдіс тәсілді игеріп, сол әдіс тәсілмен балаларға
тәрбие беруге тырыссақ, бұл әлдеқайда дұрысырақ болады деп ойлаймын. Мысалы енді бір ғана ерекшеліктерін айтып өтетін болсам, бұл ұрпақтың басты ерекшеліктерінің біреуі олардың өте сезімтал болуы, сезімге ерекше мән беруі. Онда демек біздің кезімізде әке-шешеміз біздің сезімімізге көңіл бөлмеген, басымызды сипамаған, жақсы көрем деп айтпаған деп қырсығып отырмай, қазіргі балаға демек олардың сезімдеріне әсер ететін әрекеттерді көбірек жасауымыз керек. Олардың сезімдеріне көбірек көңіл бөлуіміз керек. Оларды жаңағы өзінің дозасында махаббат, мейірімге бөліп өсіруіміз өте маңызды деп ойлаймын. Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз ғой, тәрбиеде енді жаңа болу керек, жаңа технологиялар қалыптасып жатыр. Енді бізде қазір сіздің пікіріңізше қоғамда мысалы өзіміздің ата-анамен өзіңіздің тұңғыш балаңызды ата-анаға беру деген сияқты мәселелер бар ғой. Немесе сіздің пікіріңізше қандай қазіргі біз осы іс-әрекеттерді жасамасақ дұрыс болар еді? Осы уақытқа дейін жасап келген тәрбиемізде осы нәрселер жасамасақ дұрыс болар еді деген пікіріңіз. Ұшын көрсеткен ата-әжеге беру мәселесімен бастайтын болсақ, мен енді өзім жүрген жерімде 10 шақты жыл болды айтып жүрмін, баланы толығымен ата-әжеге беруге мен қарсы адаммын негізінен. Яғни менің ойымша әрбір бала өзінің әке-шешесінің қасында өсу керек, ата-әже олардың қасында болу керек деген пікірді ұсынып жүрмін. Бұл жерде қате түсініп қалмаңыздар, мен ата-әже тәрбиесіне қарсы емеспін, керісінше ата-әжені мен маңызды бір тәрбиелеуші тұлғалар деп есептеймін. Өйткені олар жаңағы белгілі бір деңгейде тәжірибе жинаған, өмірлік тәжірибесі бар, махаббаты пісіп, мейірім деңгейіне көтерілген, баланы ешбір қайтарымсыз жақсы көретін ерекше кісілер деп есептеймін. Бірақ олар өзінің ата-әже функциясын атқару керек деп ойлаймын. Әке-шешенің орнын басып, әке-шешені ығыстыруға тырысатын болса, бұл жаңағы тәрбие процесінде өте үлкен қиындықтар туындатады негізінен. Сондықтан да ең дұрысы жаңағы ата-әже өзінің ата-әже функциясын атқарып, әке-шеше өзінің әке-шеше функциясын атқарса, бұл балаға толыққанды тәрбие болар еді деп ойлаймын. Өйткені бұл бір жаратылыстың заңы ғой негізінен қарап отырсаңыз. Яғни әркім өзінің функциясын атқаруда негізінен. Сондықтан осы тұрғыдан қараған кезде баланы толығымен жаңағы ата-әжеге беріп тастау ол аса қатты бір тиімді нәрсе емес деп ойлаймын. Бұл көп жағдайда ата-әжеге енді баланы берген кезде ол бала үшін ол кезде керемет, бала үшін комфорт. Өйткені неге? Тыйым жоқ, махаббатқа тойып өседі, керемет еркін өседі. Ата-әже кішкене дана болатын болса, даналықты сіңіріп өседі деген секілді, ол жағынан проблема жоқ. Бірақ бұл жердегі проблема қайда? Өзінің туған әке-шешесімен тығыз қарым-қатынас орната алмай қалуында. Өйткені кішкентай кезде бала мен ананың арасында, бала мен әкенің арасында орнау керек болған эмоционалды байланыс орнамай қалғандықтан, кейін ата-әже о дүниеге аттанып о дүниеге кеткен кезде бала жападан жалғыз өзі жалғыз қалып қояды өкінішке қарай. Өйткені неге? Өзінің әке-шешесіне барып әке шеше деп құшақтайын десе, бір барьер оны жібермей тұрады, тіпті өзінің бауырлары оған бір туысқан секілді болып тұрады деген секілді. Сондықтан осындай мәселелер орын алмас үшін менің ойымша ең дұрысы әке шеше рөлін атқарып, ата-әже рөлін атқарса әлдеқайда пайдалы болады деп ойлаймын. Біз жаңа айтып өттік, ата-әженің әсері, әке-шешенің енді бізде көп балалы отбасылар бар ғой. Көп балалы отбасыларда да енді әр баланың өзіне тән мінезі болады. Бұндай жағдайда ата-аналар қандай қателіктерді жасамаған дұрыс, және де сол балаларына біреу қызғанып жатады, енді бала болған соң біреуге уақыт бөлінбей жатады. Әркімге әртүрлі болады. Көбінесе біз кенже балаға уақыт бөліп кетеміз деген секілді. Осындай кезде балалар арасында қызғаныш орнамас үшін, жақсы мінез қалыптасу үшін қандай қателіктерді жасамай өсіргенбіз? Бұл жерде бірінші кезектен біздің ата-аналар тарапынан көбінесе кететін қателіктердің біреуі біз балалар арасындағы әділдікті сақтай алмауымыз өкінішке қарай. Яғни әділетсіздікке жол беріп қоямыз. Осы жағдайда бұл әділетсіздік балалар арасындағы жаңағы ренішті, қызғанышты, қатыгездікті туындатып жатады негізінен. Сондықтан осындай жағдайлар орын алмас үшін менің ойымша ата-аналар бірінші кезекте балалармен қарым-қатынаста әділ болу керек. Бұл жерде қате түсініп қалмаңыздар, әділ болу деген ол тең қарау деген сөз емес. Бізде көбінесе тең қараумен шатастырады. Біз Кеңес одағынан қалған түсінік секілді, өйткені Кеңес одағында бәрі тең болу керек деген түсінік бар еді ғой. Біз сол оймен әлі күнге дейін балаларға да бәріне тең қарау керекпіз деп ойлаймыз, бірақ бұл өте үлкен қателік деп есептеймін. Өйткені балаларға тең қарау ол керісінше әділетсіздік болып есептеледі.
Өйткені ойлаңыз, қыз бен ұл тең емес қой. Иә. Қыздың қажеттілігі басқа, ұлдың қажеттілігі басқа. Сіз бірақ тең қараймын деп бәріне тең қарайтын болсаңыз, ол кезде сіз екеуінің біреуіне әділетсіздік жасаған боласыз да. Немесе 3 жастағы бала мен 10 жастағы баланың бір емес екені ол айдан анық. Яғни қажеттілігі болсын, қызығушылығы болсын, ол екеуі екі бөлек нәрсе. Сіз бәріне тең қараймын деп екеуіне бірдей қарым-қатынас орнатсаңыз, немесе екеуіне бірдей ойыншық алсаңыз, екеуіне бірдей киім алатын болсаңыз, екеуінің біреуіне әділетсіздік жасаған боласыз. Өйткені неге? Сіздің алғаныңыз біреуіне сай келеді да, бірақ екіншісінің қызығушылығына сай келмей қалады деген секілді. Сондықтан бұл жердегі менің әділдік деп айтып отырған нәрсем, балалардың жасына, жынысына, қызығушылығына, қабілетіне сай олармен қарым-қатынас орнатуда әділдік деп айтсақ болады негізінен. Сондықтан бірінші кезекте, яғни 4 бала, 5 бала, 7 бала, 8 баласы бар ата-аналар әр баланы жеке-жеке зерттеп, сол әр балаға өзінің қажеттіліктеріне, қызығушылықтарына сай қарым-қатынас орната алса, мен ойымша әлдеқайда пайдалы болар еді деп ойлаймын. Ал жаңа өзіңіз айтқандай, бізде көбінесе қалай болады? Бізде тұңғыш ол бағана айтқанда эксперимент болып кетті, ортадағылар еленбей ортада қалып қойды, барлық назарды кішкентай кенже алып қояды. Кенже үйде былайша айтқан кезде ханшайым болып өмір сүреді ғой, былай қараған кезде. Оның айтқан заң, оның бүкіл қалауы орындалады, оған еш ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ деген секілді өте еркін өседі. Ал бұл үлкен балалардың ренішін туындатады негізінен. Мысалы айталық, қарапайым бір жағдай, бір ойыншыққа таласты. Біз бірден келеміз, не істейміз? Үлкенге ұрсамыз. Жылатпай берсейші, кішкентай ғой, ол неге жылата бересің деген секілді. Бірақ негізінен ол жерде кішкентай кінәлі болуы мүмкін. Кішкентай барып кейде болады, ағасының орнына таласады, ағасының затына таласады мысалы, бірақ біз бәрібір үлкенді кішкентайға жығып береміз негізінен. Бұндай жағдайда не орын алады, қараңыз. Бұндай жағдайда бірінші кезекте жақталмай қалған балада реніш пайда болады. Өйткені неге? Сіз екеуінің де әкесісіз, екеуінің де анасысыз ғой негізінен қарап отырсаңыз. Сіз біреуін жақтап, біреуін жақтамаған кезде жақталмай қалған балада реніш пайда болады. Бұл қателік бізде қайталана беретін болса, реніш ақырын-ақырын қызғанышқа ұласады. Уже кішкентайын қызғана бастайды. Қызғанады, қызғанғаннан кейін жағы тиіп кетеді, ұрып кетеді деген секілді өзінің сезімдерін солай көрсетеді. Ал бұл қателік қайталана беретін болса, ақырын-ақырын жек көрініш пайда болады. Уже кішкентай бауырын жек көре бастайды. Ал одан кейінгі этапта қатыгездік деген нәрсе туындайды. Бауырын аямай ұрып соғу деген нәрселер сол ең соңғы деңгейге көтерілу болып есептеледі негізінен. Сондықтан бұның бәрін шешу үшін қайтадан бүйтіп төмен түсу керекпіз да, бағана әділдік деген нәрсені дұрыс орнатуымыз керек. Мысалы, менде 4 балам бар. Бізде де кішкентай бала бар, үлкені бар. Енді кейбір кісілер ойлайды, ел жастың балалары бір-бірімен ұрыспайтын шығар, төбелеспейтін шығар, жыламайтын шығар деген секілді. Тіпті кейбір туыстарым солай кейде жұбайыма сұрақ қойып жатады деген секілді. Менің балаларымда ол бала ғой, енді айналып келген кезде, ол әулие емес, ол робот емес, былайша айтқан кезде, олар да арасында төбелеседі, олар да арасында кейбір кезде түсініспеушіліктер туындайды деген секілді. Кішкентайымыз барады да жаңағы үлкеннің затын алуға тырысады, орнын алуға тырысады деген секілді. Ондай кезде біз қарапайым мына позицияны ұстанамыз. Жоқ балам, ол ағаңдікі. Ағаң өзі келсе алсаң болады, бермесе ала алмайсың. Деген секілді не істейміз? Біз әркімнің өзінің орнын белгілеуге тырысамыз да. Көп отбасылар не істейді? Кішкентай ғой, жылатпашы, бере салшы деген секілді кішкентайды жақтап шығады. Ол кезден үлкенде реніш пайда болады негізден. Сондықтан да әділдікті орнататын болсақ, мен ойымша көп балалы отбасыларда көптеген мәселе шешілер еді деп ойлаймын. Бірақ мынаны да жоққа шығармау керек. Айналып келген кезде бала ол робот емес. Ол сіз қанша әділдік орнатсаңыз да бәрібір олардың арасында кейде қақтығыс болады, кейде төбелес болады, келіспеушілік болады, бір-бірін мазақтау деген нәрсе болады. Ол адам болғаннан кейін қарым-қатынаста ондай нәрселер болады. Тіпті мен бұны егер жаңағыдай жеккөрінішке, қатыгездікке жетіп бір-біріне зиян тигізетіндей жағдай болмаса, барынша оны ата-ана сәл норма деп, қалыпты жағдай деп қабылдап үйренген дұрыс деп есептеймін негізінен. Өйткені ол қарым-қатынастың бәрі балалардың үлкен өмірге дайындалуы, үлкен әлеуметтік өмірге дайындығы деп қарастыру керек та. Өйткені неге? Бір-бірімен ойыншыққа таласады, өзінің затын қорғауды үйренеді. Бір кезде қарайсыз екеуі келісуді үйренеді, мысалы да, келіссөз жүргізуді үйренеді. Ол не дейді? Ананы берем, сен мынаны берші деген секілді. Яғни былай қарап отырсаңыз, бала осындай кезде не істейді? Үлкен өмірге дайындалады негізінен. Сондықтан да жалпы толығымен ол нәрсені тыйып жойып тастау емес мақсат. Тек қана жаңағы әділетсіздіктеріміз арқылы қатыгездікке, жеккөрінішке, қызғанышқа ұласып кетпеуіне жағдай жасау басты мақсатымыз болу керек секілді. Әйтпесе бала болған жерде ол міндетті түрде ондай қақтығыстар болып тұрады, оны қатты жатырқамау керек деп ойлаймын. Иә. Енді мен де өзім мұғаліммін ғой. Бізде мынандай бар да, ата-аналар арасында. Жаңа бала мектепке барады, 6 сағат сол жерде уақытын өткізеді. Үйге келеді, үйірмесіне барады. Көбінесе ата-аналарда мынандай нәрсе жоқ сияқты да. Енді кейбір ата-аналарда дейді көп.
мектепте 6 сағат бөлінеді ғой жаңағы. Сол секілді бізде жаңа балаға үйде арнамайтын секілдіміз. Мысалы, білім үйде көбінесе тәрбие үйде ғой. Тәрбиенің уақыты жоқ секілді да. Осы кезде бұл көптеген мынау проблемаларға жол ашады жаңа тәрбиесіздіктен берілген білім адамзаттың қас жауы деген секілді. Осыған енді ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Көбінесе қалай уақытты балалармен арнаған дұрыс? Үйде ме, әлде қандай қосымша нелер қосу керек деген секілді тұрақты түрде. Бұл жерде бірінші кезекте сана тұрғысында өзгеріс керек секілді. Яғни біз бұл мәселені бір қажеттілік ретінде өзімізге сезініп, бұны бір істелу керек нәрсе деп қабылдайтын болсақ, мен ойымша ол кезде біз өзіміздің жағдайымызға қарай баламен барынша көбірек уақыт өткізетін, көбірек баламен әртүрлі жұмыстар, іс-шаралар жасауға бір мүмкіндіктер іздер едік деп ойлаймын. Ал мен бастапқыдан басталмай жатып айтатын болсам, қойшы бала өзімен өзі өседі, біз де осылай өстік қой деген секілді көзқараста болатын болсам, немесе білімді мектеп берген секілді тәрбиені де мектеп беру керек, мемлекет оларға ақша төлеп жатыр ғой деген секілді көзқараста болатын болсам, ондай жағдайда мен тіпті мүмкіндік те іздемеймін, тек қана мен кінәлі іздеймін да. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан бірінші кезекте сана тұрғысынан баланың тәрбиесі бірінші кезекте маған керек екенін сезінуім керек қой. Мұғалім ол жарайды, 1 жыл оқыды, 5 жыл оқыды, 10 жыл оқыды, болды, содан кейін бітті, ол кетеді сонымен. Ал бірақ та бала менімен қалады ғой. Ертең қартайған кездегі менің өмірімнің бейнет немесе зейнет болуы, ол бүгінгі менің өсіріп отырған балама қаншалықты тәрбие бергеніме тікелей байланысты негізден. А мұғалімге ешқандай оның қатысы жоқ. Мысалы, мен кейде ата-аналарға қалжыңдап айтамын да, ақыр барлық жауапкершілікті мұғалімге лақтырғыңыз келеді екен деймін да. Онда давайте не істейік? Олардың жеткен жеңістерін, жетістіктерін, тапқан ақшаларын да бөлісейік онда. Мысалы, бір жарысқа қатысты, олимпиадаға қатысты, жетістікке жетті. Сыйақы ретінде, мысалы, жақында президентіміз мысалы халықаралық олимпиада жеңімпаздарын құттықтап сыйақы берді ғой, мысалы. Сол секілді айталық 1 миллион теңге сыйақы берді. Онда әділ болайық. 500 мың теңгесін мұғалімге апарып берейік. Сіздің де еңбегіңіз деп. Біз жетістікке, жақсылыққа келген кезде мұғаліммен бөліспейміз да, тек жамандықта, қиындықта ғана жауапкершілікті мұғалімге лақтырғымыз келеді да. Демек, қалай мен оның бүкіл атағын, абыройын, пайдасын, ақшасын, бүкіл нәрсені өзім иемденіп жатқан болсам, онда демек, ол баланың толық жауапкершілігі ол менің мойнымда. Мұғалім, тәрбиеші немесе басқа кісілер, олар тек қана процеске көмектесуші кісілер. Негізгі рөлдегі кісілер емес. Осы ойды сана тұрғысынан шешіп алатын болсақ, қалған мәселелер мен ойымша шешіледі деп ойлаймын. Өйткені әр отбасының құрылымы әртүрлі, әр отбасының материалдық жағдай әртүрлі, әрқайсы бөлек болғаннан кейін бәріне ортақ бір қағида бере салу әрқашан жұмыс істемеуі мүмкін. Біреуге пайдалы болғанмен, біреуге пайдасы тимеуі мүмкін. Сондықтан да мен ойымша сана тұрғысына өзгертсек, әркім өзіне ыңғайлы, өзіне сай келетін лайфхактар тауып алады деп ойлаймын. Жалпы менің қағидам, 10 жыл бойы ұстанып келе жатқан қағидам, мен дайын рецепт бермеуге тырысамын. Бермеймін да. Ата-аналар енді оған кейде кішкене ренжиді. Дайын бүйтіп так айта салсаңыз деген секілді. Ал ол дайын рецепт беру деген нәрсе ол біреуге жұмыс істегенмен екіншісіне жұмыс істемейді. Сондықтан менің негізгі бергім келетін нәрсе ой беру. Ойды оятып, сана тұрғысынан өзгерістер жасасам, әр ата-ана өзіне керектін өзіне рецепт жазып ала алады былайша айтқан кезде. Сондықтан мен ойымша, сол сана тұрғысынан мен ойымша шешілетін болса, әрбір ата-ана өз мәселесін өзі шеше алады деп ойлаймын. Бәрі оққан, тоққан тәжірибелі кісілер ғой. Өте керемет подкаст болды. Яғни ата-ана болуда өнер дейсіз ғой. Өзім жақында әке атаным, өте керемет кеңестер болды. Бұл кез келген ата-ана бұл подкастты көру керек деп ойлаймын. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Бұл Заңғар әңгіме подкасты. Қонақта болған Елжас Ертайұлы. Рахмет. Рахмет сізге.